ғалым, ағартушы, атасы шошақ мінезді, салмақты, шындықты бетке айта білетін, ақылды да беделді адам болған. Мырзалығы сондай, немересі дүниеге келгенде құтты болсын айтқан адамдарға бір түйеден сүйінші беріпті. Торғайда, Орынборда білім алғаннан кейін Ақтөбеде, Қостанайда, Қарқаралыда, орыс, қазақ мектептерінде сабақ берген. Өзінің сенімді достары Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатовпен бірге 1913 жылдан бастап ұлттық қазақ газетін шығарған. Міржақып Дулатов «Оян қазақ» бұл сөздің құдіреті де қасиеті де сол. Осы отты өлеңнің жарық көргеніне ғасырдан астам уақыт өтсе де, сол қаныш тамшылаған өзекті күйінде қалып отырғандығы бүгінде қазақ байтағын індеттей жайлаған бойкүйездік, самарқаулық, жалқаулық, егіншіліктік, қысқасы ұлтымызды ұлық істерден кері тартып отырған барша кесапаттарды тап басып айта білген, содан арылуға үндеген, намысқа шақырған кісі. Ол 1938 жылы қайтадан қамауға алынып, ату жазасына кесілген.